Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін комплекс объект тақырыбын жалғастырамыз. Комплекс объект дегеніміз не? Ол не үшін қажет бізге? Оның формулалар және мысалдары. Комплекс объект ол күрделі бастауыш ретінде аударылады, алайда бұл жерде негізгі бөлімді баяндауыш атқарады, яғни етістік атқарады. Комплекс объект сияқты кез келген етістіктермен жасалмайды да, ол тек ойды жеткізу, бірдеңені сезу, айту, ойлау, күту, бір нәрсені біреуден күту, біреу туралы әңгімені жеткізу, deliberate, бір нәрсені жеткізу, осындай шектеулі етістіктермен қолданылады екен. Комплекс объект ол мен бір нәрсені қалаймын, мен бір нәрсені жасаған ұнатамын деп басталса, бұл комплекс объект болса тек ойды жеткізеді, бірдеңені сезеді, күтеді, ойлайды, айтады, осындай етістіктермен қолданылады екен. Міне, was said to, қазір формуласына келеміз. Мына жерде кішкене осындай етістіктермен қолданылады деген сіздерге кішкене кестені алып келдім. Said, seen, heard, supposed, believed, expected, reported, considered, thought, found, announced, known. Бұл жерде не байқадыңыздар? Әрбір етістікке to инфинитив жалғанады екен. Қараңыздар формуласын. Subject есімдік, to be міндетті түрде, сосын past simple, past simple'дың түрлері де келуі мүмкін. Уақытын ауыстырсаңыз да болады, сіздер қалаған уақытқа ауыстыруға болады. Және плюс инфинитив. Мысалы үшін мысалды қарайтын болсақ, I was expected to accompany my students to the USA last summer. Өткен жазда мен студенттерімді Америкаға алып барамын деп күткен едім. Мен соны күттім, сол нәрсені күтілді, ожидался. Прям үміттендім депті, бірақ болмай қалған. Үміт етілген, күтілген бір нәрсе. He's known to live here. Оның осында тұратыны белгілі. Қазіргі шақ. Known to, белгілі. Maria is said to speak French a little bit. Айтуынша, Мария француз тілін кішкене біледі екен дейді. Оның айтуынша, Марияның айтуынша болсын, немесе басқа біреудің айтуы бойынша, бұл жерде said to бізде ең басты комплекс subject болып келеді, негізгі мағынасы ес баяндаушы, яғни етістік. Баяндаушының рөлін етістік атқарады ғой енді. Солай, достар. Тағы да мысалдар қарайтын болсақ. His test was thought to become the best in our class. Біз ойладық дейді. Ойлауымызша ойланған еді. Өткен шақта болып тұр ғой бұл. Оның тесті біздің сыныптағы ең жақсы тест болады деп ойладық дейді. Бірақ олай болмаған нәтижесі. Олар солай күткен, солай ойлаған, солай армандаған деген сияқты етістікпенен қолданып тұр, бастауышпенен. Яғни солай күтілген, осы сөйлемдерді хабарлар жеткізуді комплекс subject деп атайды екенбіз, достар, көрдіңіздер ма? Jim was noticed to have stolen that gentleman's purse. Джим байқалынып қалды дейді, оны байқап қойды біреулер. Джим байқалынып қалды, ол жаңағы джентльменнің кошелегін ұрлап жатқанын кезінде ол байқалып қалды. Яғни бізге бұл жерде не айтып тұр? Бізге хабарлама жеткізіп тұр. Джимнің байқалынып қалғандығы туралы. Өте күрделі тақырыптардың бірі, бірақ түсініп алсаңыздар өте оңай. Өте оңай. Формуланы жаттап алыңыздар. Мысалы үшін to менің қолданылады. Етістіктен кейін міндетті to болады. Expected to, known to, said to, қараңыздар, found to, announced to, believed to, expected to, reported to, осылай келе береді. Past simple мен де келеді, осы шақпен де келеді, present perfect мен де келе береді. Бірақ основной past simple мен жасалынады. Яғни бір нәрсені ойды жеткізу, бірдеңені күту, күтілген нәрсені айту,
ойлау бірдеңені, иә, мысал үшін ойлау дегенде қараңыздар, мына жерде his test was thought to become the best in our class. Біз ойладық дейді, иә, оның тесті сыныптағы ең үздік тест болады деп дейді. Міне осындай етістіктермен қолданады, иә. Яғни комплекс объект бірдеңені қалау, өтіну болса, комплекс субъект, яғни айту, жеткізу, күту, ойлау болып келеді екен. Ал формуласы міне осылай жасалынады, достар. Просто жаттап алыңыздар формуласын. Жаттап алыңыздар да осы бойынша тапсырмалар жасай беріңіздер. Менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер, оқыған озады.